Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерге QR-код жасаудың оңай жолын көрсететін боламын. Ол үшін Google-дың іздеу жолағына QR-код деп жазып кірсек болады. Кіргеннен кейін біздерге бірнеше сайттар осылай ашылатын болады. Осы жерден QR-код генератор деген сайт бар. Үстінен басу арқылы осы сайтқа кіретін боламыз. Бұл сайт ағылшын тілінде екен. Егер қазақ тілі немесе орыс тілі керек болатын болса, онда мышканы оң жағын басу арқылы перевести на казахский немесе русский деп тілін ауыстырып алсаңыздар болады. Енді осы сайтпен жұмыс жасау үшін біз тіркелуіміз қажет. Тіркелу үшін жоғары жақта жасауды бастаңыз деген кнопка бар. Осыны басу арқылы өзіңіздің электронды почтаңыз арқылы немесе Google аккаунтыңыз бойынша тіркеліп алсаңыздар болады. Интернеттің жылдамдығына байланысты. Енді QR-код жасау үшін бізде жоғары жақта QR-кодын жасаңыз деген кнопка бар. Осыны басу арқылы қараңыздар, веб-сайттарға, әлеуметтік медиаларға, инстаграмдарға, купондарға, бизнес беттеріне, кері байланыстарға, сабақтарға арналған видеороликтерге, музыкаларға, суреттерге жаңағы QR-код жасауға болады. Өте оңай, жасап көрсеңіздер болады. Мына жерде веб-сайт деген бар. Келесі деген кнопканы басасыз. Басқаннан кейін сабақтарға арналған кез келген тапсырманы кез келген платформада жасап, осы жерге сілтемесін алып келу арқылы автоматты түрде QR-код жасап алсаңыздар болады. Сабақтарда қолдансаңыз мұғалім үшін де, оқушы үшін де өте қызықты. Қазір осы жерде PDF-қа жаңағы QR-код жасап көретін боламыз. Осы жерден PDF-ті таңдайсыз, келесі деген кнопканы басатын боламыз. Басқаннан кейін PDF-ті жүктеп салу деген кнопка бар. Соны бассаңыз, автоматты түрде өзіңіздің компьютеріңізге барады. Осы жерден дайындап қойған кез келген документті осылай алып келсек болады. Өзгерістер енгізуге болады, алдын ала қарауға болады. Сонымен қатар осы жерден цветтерін өзгертуге болады өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Болғаннан кейін астында келесі деген кнопка бар. Соны бассаңыз, автоматты түрде бізге қазір QR-код дайындап беретін болады. Өте оңай. Мінекей, бізге автомат түрде осылай QR-код дайындап берді. PDF форматқа жүктеп алу деп жүктеп алсаңыздар болады, немесе осы QR-кодқа жаңағы өзгерістер енгізсеңіз болады. қараңыздар, рамка қоюға болады, рамканы алып тастауға болады, ішінде QR-кодтан өзгертуге болады. Сонымен қатар логотиптерін өзгертуге болады, логотип қоюға болады. Егер мына жердегі логотиптер сабақтарыңызға келмесе, жүктеп салу деген бар. Соны басу арқылы өзіңіздің компьютеріңіздегі кез келген жаңағы логотипті жүктеп алып келуге болады. Осылай өзгерістер енгізіп болғаннан кейін жүктеп алу деген кнопканы бассаңыз, автоматты түрде өзіңіздің компьютеріңіздегі загрузки бөліміне келіп түсетін болады. Осы жерден ашып, кез келген сабақтарда, кез келген іс-шараларда қолдансаңыздар болады. Экранға осылай үлкен қылып шығарып қойсаңыздар болады, немесе қағаз бетіне шығарып берсеңіздер болады. Өте керемет, сабақтарыңызда қолданып көріңіздер міндетті түрде. Енді қазір сіздерге тағы да бір сайтпен таныстыратын боламын. Ол QR-код Monkey деп аталады. Бұл сайтқа жаңағы тіркелуді қажет етпейді. Жоғары жақта қараңыздар, адрестерге, тексттерге, электронды почталарға, SMS-терге, әлеуметтік желілерге қараңыздар, Wi-Fi-ларға, музыкалар, видеоларға әртүрлі жоғары жақта тақырыптар бар. Осы жерде өзіңізге жаңағы қатысты тақырыптарды алып QR-код жасап алсаңыздар болады. Өте оңай. Енді қазір осы жерге жаңағы бір сілтемені алып келу арқылы QR-код жасайтын боламыз. Мына жерде менде каналымда бір сабақты алып келеміз. Кез келген YouTube-тағы сабақтарды сабақта қолданғыңыз келсе, осылай үстінен басып, мына жерде поделиться деген кнопка бар. Соны бассаңыз, копировать деп ссылка шығады. Ссылканы көшіріп алып, мына жерге ваш URL адрес деген жерге вставить етіп қоятын боламыз. Одан кейін астында цветін өзгертуге болады өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Сонымен қатар логотиптер қоюға болады. Мысалға, мен YouTube каналда сабақ көрсетейін деп отырмын. Мен жаңағы YouTube каналдың логотипін таңдайтын болам осылай. Неге керемет, осы әлеуметтік желілерді қолдансаңыздар болады.
кейін астында дизайндар таңдауға болады. QR кодтың ішіндегі QR кодын таңдауға болады, мінекей әртүрлі. Одан кейін рамкасын таңдауға болады, сонымен қатар пішінін таңдауға болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша осылай таңдап алсаңыз болады. Одан кейін жасап болғаннан кейін создать QR код деген бар, соны басу арқылы өзіңіз қалағандай осындай QR код шығады. Осыны компьютеріңізге скачать етіп алсаңыз болады. Скачать PNG деген бар, соны бассаңыз автоматты түрде өзіңіздің компьютеріңіздегі загрузки бөліміне келіп түсетін болады. Неге автомат түрде осылай келді. Қараңыздар, өте керемет. Осыны қағаз бетіне шығарып алсаңыздар болады, немесе экранға үлкен болып осылай шығарып қойсаңыздар болады. Осы видео пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда тағы да пайдалы ақпараттармен міндетті түрде бөлісіп отыратын боламын. Осы мен таныстырған QR код жасайтын сайттардың сілтемесін видеоның астына описание бөліміне тастайтын боламын. Міндетті түрде қолданып көріңіздер, менімен бірге жасап көріңіздер және өзіңіздің әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыздар.